Адам үлкен күнә жасап қойса, не істеу керек? Сатып пайда тап, сата алмасаң ақшаңды қайтарамыз. В общем, никак минусқа кетпейтін вариант болып тұр ғой. Билав Қазақстандағы жалғыз КМДБ халал сертификаты бар тіс пастасы. Бізден бір қорап тіс пастасын аласың, сатқан пайдаң өзіңдікі, саталмаған тауарларының ақшасын төлеп өзімізге қайтарып аламыз. Артықшылықтары 100% халал, зиянды қоспасыз, өте тиімді баға. Заводтан тікелей келген бағамен аласыз. Қысқасы, бұл нұсқаға ешқандай отмазка айта алмайын деп тұрсың ғой. Сондықтан төмендегі нөмірге хабарласып, толық ақпарат алып бізбен серіктес бол. Алдыңғы шығарылымда Мұса пайғамбарға пайғамбарлықтың берілуі туралы, Алланың перғауынды тура жолға шақыр деп тапсырма беру туралы айтқанбыз. Бүгін соның жалғасы туралы баяндаймыз. Видеоның соңына дейін көрсеңіз, адам үлкен күнә жасап қойса, не істеу керек екенін түсінесіз. Мұса алейхиссалам мен Харун алейхиссалам перғауынға уағыз айтуға, тура жолға шақыруға кіреді. Арада 10 жыл өтті ғой енді. 10 жылдың ішінде биліктегі адамдар ауысып үлгермеген, перғауын бар, қасындағы уәзірлері бар. Олар Мұсаның келгеніне таң қалады ғой. Мұса 10 жыл бұрын адам өлтіріп қойып қашып кеткен еді ғой. Оған өзің кеп тұрсың ба не? Ты че, серьезно деген сияқты. Сондай реакциямен таң қалады да. Мұса алейхиссалам, мен 10 жыл бұрын әділетсіздік жасап жатқан адамды байқаусызда өлтіріп қойған едім. Сөйтіп қоныс аудардым. Алла мені лайықты деп таңдап пайғамбар қылды. Және маған айту керек, жасау керек міндеттер жүктеді дейді. Сөйтіп Харун алейхиссалам екеуі Алла бұйырғандай көркем түрде оған ақиқатты айтып, ойын өзгертуге тырысады. Перғауын, сен Алла емессің, сен Құдай емессің. Бізді жаратқан Алла сені де жаратқан. Біздің Раббымыз сенің де Раббың. Мен Құдаймын деп айту ең үлкен күнәлардың күнәсі. Тура жолға түс перғауын, істеп жатқан істерің дұрыс емес деп перғауынды тура жолға шақырады ғой. Сосын сен езгіде ұстап жатқан, құл қылып, әділетсіздік, қатыгездік көрсетіп жатқан Исраил қауымын босат. Оларды өздерің туған жеріне жібер деп айтады. Сол сәтте перғауын, ты че, серьезно? Сен тыныштық па деген сияқты реакциямен, Мұса, мына әңгімен болмайды. Сен мен бір адасқан деп жатсың, тура жолда емес деп жатсың. Сонда қараш, бізге дейін өмір сүріп кеткен ата бабаларымыз ше. Олардың жағдайы сонда не болады? Мен солардың жолымен келе жатырмын ғой деп айтады. Сонда Мұса алейхиссалам, ол кісілердің мәселесі Алланың қасында. Алла оны ұмытпайды, Алла оны жойып жібермейді. Алла олардың жасаған амалдарына қарай марапаты болса лайықты марапатын, жазасы болса әділ жазасын береді. Ол кісілердің жағдайын не істейсің? Бұл жерде мәселе екеуміздің арамызда ғой деп Мұса перғауын шахимат қылып жатыр ғой енді. Сол кезде перғауын, Мұса, пайғамбарым деп не айтып тұрсың? Бұл сөздеріңе дәлел бар ма? Деп менсінбей сұрайды. Мұса алейхиссалам сол кезде қолындағы таяғын жерге лақтырып қалады. Жерге түскен таяғы жыланға айналады. Қарап тұрған бүкіл адам шошып кетеді ғой енді. Мұса алейхиссалам жыланды қолына алған кезде жылан қайтадан таяққа айналады. Одан кейін это еще не все деген сияқты қолын қалтасынан шығарып қалады. Шыққан қолы жарқырап әппақ болып кетеді. Оны да перғауын көріп тұрады. Мұса алейхиссалам, бұл маған Алланың берген мұғжизасы. Бұл менің пайғамбар екеніме дәлел деп айтады. Сол кезде перғауын, Мұса, мына детский фокустармен адам таң қалдырамын деп ойлап тұрсың ба? Бұны менің де адамдарын жасай алады ғой. Как раз жақында бір мерекелік іс-шара болады. Сол кезде кел, мен сиқыршылармен жарыстырайын, көрейік сол кезде кімнің мықты екенін деп шақырады ғой. Сөйтіп Мұса пайғамбар келісіп, жаңағы айтқан іс-шараға келеді. Қараса халық деген лық толы, бәрі жиналып алған, перғауын сиқыршыларын күтіп тұр. Бір кезде сиқыршылар келеді. Неге Мұса алейхиссаламға бір қарағанда фокус сияқты мұғжиза берілді? Таяқты лақтырса жыланға айналып кетеді, одан кейін қалтасынан жарқырап қолы шығады. Себебі сол заманда сиқыр деген белең алып қатты тараған екен. Сол үшін Алла тағала оларға қарсы тұра алатындай, олардан бір бас жоғары тұратындай Мұса алейхиссаламға керемет мұғжиза берді. Сөйтіп сиқыршылар перғауыннан, бізді шақырыпсыз, ана жігітпен сайыстырайын деп жатыр екенсіз, біз ұтсақ не болады деп сұрайды. Сол кезде перғауын, егер мына Мұсаны жеңетін болсаңдар, сендер маған ең жақын адам боласыңдар деп уәде береді. Енді бізге кеп, мысалы, президент, сен маған ең жақын адам боласың десе, енді ол көп мағынаны білдіреді ғой. Үміттеніп қаласың деген сияқты. Сонымен сиқыршылар келісіп, Мұсадан, сен бастайсың ба, бізді бастаймыз ба деп сұрайды. Мұса алейхиссалам, сендер бастаңдар дейді. Сол кезде сиқыршылар қолдарындағы арқандарын, таяқтарын жерге лақтырған кезде
сұмдық жыландарға айналады ғой енді. Бүкіл халық таң қалады. Тіпті Құранда олардың сиқыры үлкен сиқыр болды дейді. Сол сәтте Мұса пайғамбар да сәл сескеніп қалады. Сөйтіп Алла оған: қорықпа, қолыңдағы таяқты лақтыр дейді. Мұса алейхиссалам қолындағы таяғын лақтырып қалғанда таяқ үлкен айдаһар жыланға айналады. Аналардың бәленбай жыландар Мұсаның жыланының қасында ойнамай қалады ғой. Сөйтіп жаңағы айдаһар жылан выступлениенің соңында қалған сиқыршылардың жыландарын біртіндеп жұтып қояды. Бұл көрініске халық өте қатты таң қалады. Бәрі аң-таң, перғауын не болып жатқанын түсінбей қалады. Сол сәтте ешкім күтпеген бір оқиға орын алады. Жыландармен көрініс біткен соң, жаңа ғана Мұсаға қарсы тұрған сиқыршылардың барлығы бірден сәждеге жата қалады. Не үшін? Себебі сиқыршылардың өзінің жаңағы сиқырын жасаған кезде олардың таяқтары, арқандар шынды жыланға айналмаған. Ол жындардың көмегімен қарап тұрған адамдарға гипноз жасап, көздерін тұмшалап, халыққа таяқ, арқандарды жылан қылып көрсеткен ғой. Сиқыршылар соған қарап, халықтың осылай алдам жатқанына прикол ұстап, мазақ етіп тұрған екен. Ал Мұса алейхиссалам таяғын лақтырған кезде ол шынында айдаһар жыланға айналған сиқыршылар өз көздерімен көреді ғой. Мұса алейхиссаламдікі сиқыр болса, бұлар енді фокустың секретін қалай істелетінін біледі ғой. Анықтау оңай болар еді. Бірақ бұл сиқыр емес, бұл Алланың мұғжизасы ғой. Оны көрген сиқыршылар: біз Мұса алейхиссалам мен Харун алейхиссалам Раббысына иман келтіреміз. Олардың Раббысына бойсынамыз, Раббысын мойындаймыз деп Алланың құдіретіне сәжде етеді. Перғауын аң-таң, не істерін білмейді. Публично Мұсаны унисеткісі кеп еді, керісінше өзі ұятқа қалды. Сол кезде сиқыршыларға ашуланып: сендер не үшін менің рұқсатымсыз Мұсаның құдайына иман келтіріп жатсыңдар? Сендердің қол аяқтарыңды қиғашынан кесем, сендерді ағашқа байлап, күннің астында шыжғыртып қоям, көздеріңді ойып тастаймын дейді. Сол кезде сиқыршылар: Перғауын, білгеніңді істе. Біз онсыз да осы уақытқа дейін сенің бұйрығыңмен теріс жолда жүріппіз. Үлкен күнә жасаппыз. Енді не істесең де біз саған бойсұнбаймыз. Сенің азабың осы дүниеде ғана, ал бізге Раббымыздың разылығы керек дейді ғой. Қараңыздаршы, Аллах қалай бір сәтте сиқыршыларға иман берді. Қалай имандары толықты, ауыздарынан осындай сөз шықты. Сол сәтте перғауын болып жатқан ситуацияны қабылдай алмайды. Қатты ашуланып, қаһарланып, жаңағы айтқандай сиқыршыларының қол аяқтарын қиғашынан кеседі. То есть оң қолын және сол аяғын кеседі, сол қолын және оң аяғын кеседі дегендей. Сөйтіп көздерін ойып, ағаштарға қинап байлап, күннің астына отырғызып қояды. Бірақ бұл іс-әрекет сиқыршылар тура жолдан тайдырмайды. Өзі өмірде үлкен күнә жасап қоюыңыз мүмкін, кіші күнә жасап қоюыңыз мүмкін. Қандай күнә болса да ол Аллаға қарсы жасалып жатқан әрекет қой. Бірақ оның дұрыс емес екенін түсінген кезде сол сәтте адам тәубеге келу керек екен. Тәубеге келсеңіз болды. Өзінің шарттары бар ғой, жасап жатқан күнәні тоқтату, қайталамаймын деп уәде беру, жасаған ісіңе өкіну. Осындай тәубенің шарттарын жасап, я Раббым, болдым, түсіндім, жасап жатқаным қате екен ғой, я Раббым, мені кешір деп шынайы тәубе етсеңіз, қандай күнә жасасаңыз да, Алла кешірімді ғой. Алла кешіріп жібереді екен. Ең бастысы Аллаға қарай қадам жасау, күнәні доғару. Сол кезде Алла бүкіл күнәмізді кешіреді екен. Осылай өмір бойы күнә жасап жүрген сиқыршылар шахид өліммен сол жерде өледі. Перғауын Мұсаның жеңісін қабылдай алмайды, сөйтіп Алла перғауынға үлкен ескертулер жібереді. Ол жайында келесі шығарылымда айтамыз. Лайк басып, комментарий жазып, жақындарыңызға жіберіп қойыңыздар. Мүмкін тәубе етулеріне сіз себепкер болып қаларсыз.